Армысыздар, менің арнамның тұрақты көрермендері. Мен сіздерге кеше уәде еткендей, Шыңғыс хан туралы әдебиеттердің антологиясын ұсынуды жалғастырамын. Мынау менің 8-ші видеом. Егер кітап сүймей қалса, ол 8-де 1, 8-де 2 бөлікті арнама жүктеледі. Осы видеолардан кейін және бұл кітап туралы мен көп тоқтап әңгімелемей қояйын. Себебі бұлар белгілі әдебиеттер. Өздеріңіз ғаламтордан тауып оқуларға болады. Қазақшасы бар, қазақшасы бірақ орысшадан аударылған. Бірақ орысша кітап бұрмаланғандықтан қазақша аудармада дұрыс еместігіне кәміл сенімдімін. Себебі бұл кітаптың қайта аудару қажет екендігін Павлодардың мемлекеттік университетінің бас маманы профессор, халықаралық деңгейдегі профессор, жаңағы орта ғасырлық жаңағы зираттан шығады ғой, мына 2000 жыл, 1000 жыл бұрынғы қабірлерден шыққан маталарды зерттейтін лабораторияның, зертхананың жетекші маманы Татьяна Круппа деген профессор, латын тілінің және маманы ол кісі. Сол түпнұсқадан жаңағы Плано Карпинидің кітабын оқып, сонда бір ауыз сөзімен бір үлкен төңкеріс жасап қойған 2020 жылы. Онда мына бокка деген бас киім бар ғой, сонда аударылған. Ол бокка емес, ол корона деген сөз екен, ол тәж деген сөз екен. Көрдіңіздер ме? Сонымен қаншама көп шатасы болған. Ал оны жаңағы өздерін сол тікелей Шыңғыс хан тарихының мұрагері санайтын нелер, халық соны бокка деп бір бас киімді жаңағы суреттен ойдан шығарып жаңағы қытайлар салған. Сол суреттен бас киім жасап бокка деп жүр оны. Ал негізінде ол бокка емес, ол бөрік деген сөз екен, және ол коронасы жаңағы орыстардың, сосын кейін орыстар оны тәж жасаған коронасы, ол бөрік, кәдімгі бөрік, оны шапка манамаха дейді. Қазір міне жерге фотосын қоямын, осы видеоның алдынан көресіздер. Енді өте қатты бұрмаланған екен. Сонымен қатар бұл кітапта Шыңғыс ханның халқы өзін татар деп атайтын жазған. Бұлар өздері моңғол демеген, өздерін татар деген ол түркі деген сөз. Бұдан басқа сол жаңағы татар деген сөз ненің өзеннің атауы екенін жазады. Ал ол өзен Қара Ертіс. Оны алдағы бір видеода картадан көрсетемін. Содан басқа бұнда қазы аудару туралы жазылған осы екі кітапта. Жаңағы Плано Карпини, жаңағы Рубрук тұсынам дедім, сол Рубруктың кітабында жазған қазы аудару туралы бар. Одан басқа қымызды дайындау, қымыздың сабасын жасау, қымыз жылқының терісінен саба жасалған, соған пісіп дайындайды деп жазған. Сонымен қатар жерлеу рәсімі ең бір бастысы. Жерлеу рәсімі, онда бұлар енді көр қазатта көрін жанынан ойып, сол ойыққа салады екен деп жазған мәйтті. Ол енді жан ақым ғой. Қазір оны да суретін салам, және Плано Карпинидің ішінде суреті бар. Ең қызықты, ең қажетті деректер сол кітаптағы міне осылар. Сосын кейін осы Шыңғыс хан туралы әдебиеттер антологиясын соңында осы бүкіл кітаптардың ішінде қазіргі күнге дейін қазақтың салт дәстүрінде бар жаңағы рәсімдердің бүкілін тізімдеп сіздерге көрсетемін. Тек қана мен видеоларымды үздіксіз көріп бөлісіп отырсаңыздар екен. Қазір бірінші Плано Карпинидің кітабының беттерін көрсетемін. Және Рубрук Плано Карпини 1246 мен 1247 жылы Алтын Ордада болғанда жазған, Бату ханның кезінде. Сонымен қатар жаңағы бір Рубрук 1254 пен 1255 жыл ортасында болған. Сол кезде жазған олар деректерін. Содан кейін осы видеодан кейін тағы бір маңызды дерек, ол Марко Полоның кітабын жария етемін. Кеше уәде еткем, ол енді тоже ол ғаламат дүние ғой да. Және Марко Поло Құбылай ханмен татар тілінде сөйлестік, яғни Құбылай ханның түркі екенін айтып отыр да. Сондай нәрселер, онда қызықты деректер көп. Сонымен қатар онда барлық Шыңғыс хан және оның даңқты ұрпақтары, бүкіл патшалары бәрі Алтай жерінде жерленетінін жазған. Ал енді
Өздеріңіз көріңіздер міне қазір кітаптың беттерін осы видеоға жалғасқан. Плана дель Плана Карпини. История монголов дейді. Ал негізінде бұл кітаптың шын аты біз монгол атаған татар халқының тарихы деп жазылған мұқабасын. Мына орыстар міне көрдіңіздер, бұның өзінде бірден фальсификация жасаған. История монголов деп. Қалайық, видео жақсы көріну үшін және жазулар кітапты әдейі осылай көлденең қойып отырмын. Так, міне әйтпесе тігінен болса жазулар ұсақ болып кетеді. Енді міне қараңыздар. Так, погребальном обряде дейді. 4-ші параграфында кітаптың жазылған. Так, бірден жанақымның қазатын оқиық. Так, иной также способ существует для погребления некоторых знатных лиц. Вот, они идут тайком в поле, удаляют там траву с корнем и делают большую яму. И сбоку этой ямы делают яму под землею. Көрдіңіздер ме? Вот. Бұл Джованна де Плана Карпини. Міне оқимыз. Так. Мертвого же кладут в яму, которая сделана сбоку, вместе с теми вещами, которые сказали выше. Затем закрывают яму, которая находится перед его ямой. Сверху кладут траву, как было раньше, с той целью, что впредь нельзя было найти это место. Көрдіңіздер ме міне? Вот, осылай жерлеген. Жанақыммен жерлеген. Так. Карпини 5-ші бөлімі кітаптың. Онда татарлардың қай жерден шыққандығын жазған. Так, бұнда енді олар өздеріңіз белгісі Еке моғол деген, Су моңғол деген жерлер болғандығын жаза келеді. Және меркіттерді тоже моңғол деп келеді. Бұлардың аты дейді, шын аты татар дейді. Өздерін қазір міне сіздерге көрсетем. Так, кітаптың бетін әдейіге көлденең қоям, сіздерге көріну үшін үлкен. Жазулар ұсақ. Так, сами же міне. Так, сами же они именовали татары дейді. Көрдіңіздер ме? Не қараңыздар. Көрдіңіздер ме? Так, өздеріңіз оқып аласыздар. Так, называли татар дейді. Вот, жаңағы немене өзеннің атымен өздерін татар деп атаған. Қалайық, бұл Вильгельм де Рубруктың шығыс мемлекеттеріне саяхаты деген кітап. Бұл 1901 жылы аударылған. Бұл кітапты қысқаша қайырып өтем видеоға сию үшін. Сондықтан бірден айтам, бұл кітапта және жерлеу рәсімі жазылған бұнда да. Және бұл кітапта шұжық айландыратындар жазылған қазыдан. Содан кейін қымыз дайындау және қымыз ішу туралы жазылған. Қазір беттерін салам, өздеріңіз оқып аласыздар. Осыдан кейін, осы видеодан кейін беттері болады. Құрметті қалайық, міне өздеріңіз көріп отырғандай, олар ет қақтайтынын күнге түсіріліп, және шұжық жасайтындарын, сонымен қымыз дайындайтындарын жазған. Бұл 1253 жылғы дерек. Осымен Плана Карпини және Рубрук кітабына қысқаша деректері тәмам. Видеомен бөлісіп отырыңыздар.